Бұл сабақта біз болдырмау, қайтару және де қайталау пәрмендерімен танысатын боламыз. Алдыңғы сабақта біз мәтінді өшірумен танысқан болатынбыз. Сол үшін біз қазір бірінші абзацы толығымен өшіріп тастайық. Және де осы әрекетіміз дұрыс емес екенін түсіндік деп елестетейік, яғни бізге сол абзацты қайтару керек. Әрине біз қазір толығымен сол абзацты қайтадан жазып жатуымыз өте тиімсіз. Бұндай жағдайда бізде болдырмау, яғни соңғы әрекетті болдырмау батырмасы бар. Басамыз, және де соңғы істеген әрекетіміз қайтадан орнына келеді. Байқап отырсақ, бұл жерде ыстық батырма бар, яғни Ctrl-Z. Осы батырманы сіз басқа да бағдарламаларда кездестіруіңіз мүмкін. Ол не деген сөз? Біз мысалы бір сөзді өшіріп тастасақ, енді біз Ctrl-Z, Ctrl батырмасын басып тұрып, Z батырмасын басатын болсақ, онда істеген әрекетіміз болмайды. Және де осы әрекетке қарама-қарсы әрекет бар. Ол қайтару, яғни біздің істеген әрекетіміз дұрыс екені есімізге түсті. Біз оны болдырмадық, енді қайтадан орындағымыз келеді. Яғни мына бірінші сөзді өшіріп тастағымыз келеді. Олай болатын болса, істеген әрекетімізді орнына қайтару дегенді басамыз да, онда қайтадан бірінші сөз жоғалып кетеді. Мұқият қараңыздар. Мен болдырмаймын, яғни жаңағы әрекетті болдырмаймын. Сөз қайтадан орнына келді. Және де қайтару. Демек, істеген әрекетім дұрыс. Және де соның ыстық батырмасы ол Ctrl-Y. Ctrl-Y'ды бастасам, онда әрекет қайтадан орындалады. Сонымен қатар үшінші әрекет бар. Ол қайталау әрекеті. Мысалы, белгілі бір әрекет жасайық. Мысалы, бір сөз жазайық. Мысалы, Word деген сөз жазайық. Осы әрекетімізді қайталайық. Мына жерде қайталау. Басатын болсақ, осы әрекетіміз қайталанып тұр. Белгілі бір әрекетті бірнеше рет жасау керек болған кезде, бұл өте тиімді пәрмен. Байқап отырсақ, бұл пәрменнің ыстық батырмасы алдыңғы пәрменмен сәйкес келеді. Яғни Ctrl-Y-ды басатын болсақ, осы әрекетіміз қайтадан қайталанады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер бәрі түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.